Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызда еритін медовик тортын жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырын жасап аламыз. Бізге ол үшін жұмыртқа, сахар, сары май және де медті салып, газдың үстінде ерігенше араластырып тұрамыз. Міне біздің массамыз еріді. Енді осының үстінен сода салып араластырамыз. Мен алдын ала ұнды үйлеуіштен өткізіп аламын. Сіздер де міндетті түрде ұнды үйлеуіштен өткізіп қосыңыздар. Міне мен ұнымды салып, осылай венчик арқылы араластырамын. Егер венчиктің шамасы жетпесе, үлкен қасықпен араластырсаңыздар болады. Осылай қамырымды илеп алдым. Енді ыдыстан алып қолмен илеймін. Енді осы қамырымызды 8 бөлікке бөлеміз. Қамырдың бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сахар және де крахмалымызды салып араластырамыз. Осылай араластыру арқылы қайнап тұрған сүтімізді құямыз. Осыны араластырып, енді сүттің үстінен құямыз. Енді осы массамызды газдың үстінде араластырып бір қайнатып аламыз. Үстінен сары май салып араластырамыз. Осылай массамызды араластырып алып, басқа ыдысқа саламыз. Суығанша бетін пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді коржіктерімізді пісіріп аламыз. Ол үшін пергаментный қағазға әр коржігімізді домалақ пішінде жайып аламыз. Формамен дөңгелек формаға келтіреміз. Үстінен вилкамен тесіп алып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің коржіктеріміз дайын болды. Енді 33% клейгейімізді алып, миксермен араластырамыз. Біздің клейгейіміз өте қою болу қажет. Сол үшін қою болғанға шейін араластырамыз. Енді осының үстінен жаңағы сүт қосқан массамызды саламыз. Енді барлығын миксермен араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді әр коржықтарымыздың арасына жағып шығамыз. Міне кремімізді жағып болдық. Енді жаңағы коржіктердің шетіндегі қалған коржіктерімізді оқтаудың көмегімен езіп алып, тортымызды әрлеп шығамыз. Міне біздің өте дәмді әрі жұмсақ медовик тортымыз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса менің YouTube каналыма жазылып, лайк басып кетіңіздер.